Бүгін ұлы мұрамызды ұлықтайтын ұлттық домбыра күні. Домбырада асқақтата ән салып, күмбірлетіп күй төккен өнерпаз халқымыздың асылын артық қастерлеп өке таққан. Жалғызындай аялап, қақ төріне ілген ең қымбат, ең сүйікті музыкалық аспаптардың бірі домбыра. Ол ұлттық тарихында қарапайым халықтың қуанышы мен қайғы қасіретін тең бөлісіп, қазақтың басын торлаған ауыр кезеңдерде жұбаныш бола білген алып та ұлы аспап. Қайырлы күн. Домбыра күні мерекесі қарсаңында бізге бүгін қонақта Жаңаарқа аудандық мәдениет сауық орталығының әдістемелік бөлім меңгерушісі, мәдениет саласының үздігі, дәстүрлі әнші, қобызшы, асыл қазына ансамблінің жетекшісі Нұрғалиева Бижамал қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіз. Денсаулығыңыз қалай, қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Өзіңізді бүгінгі мерекеге орай шақырған себебіміз, өзіңіз осы салада қаншама жылдар жұмыс істеп келесіз. Біраз жетістіктерге жеттіңіз. Сұхбатымызда сіздің домбыраға деген қызығушылығыңыз жайлы сұрағымыз келіп отыр. Өзіңіз қобызда ойнап жүріп домбыраға ауыстыңыз. Соның себебін айтып жесеңіз, домбыраға деген өзіңіздің қызығушылығыңыз қай жылы пайда болды? Қалай? Рахмет. Бұл енді домбыраға қызығушылығымыз енді біздің шыққан топырағым, шыққан тегім деп мен енді мақтанып, аузымды толтырып айтуыма болады. Өйткені Ақтоғай елі әннің, жырдың, елдің, жырдың жері ғой, ән мен күйдің, жырдың жерлері. Сонда енді ол жақта жатқан, өскен, ол жақта туған адамдар, азаматшалар өнерсіз емес. Бұл жерде мыңнан бір адам ғана домбыра ұстамайтын шығар. Сондықтан енді сол өнер тамған, өнер қонған үлкен киелі Ақтоғайды деген жерден шыққаннан кейін домбыра ұстамау бізге енді болмайтын шығар. Мектепте оқып жүрген уақытта енді ол кезде енді өнерге қатты көңіл бөлетін біздің жақтарда. Мектепте көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысатынбыз. Сол кезде де бізде ол кезде домбыра жоқ. Содан шешем біздің нағашылары Асакатовканікі шешем өзі. Қаракесектің қызы Шаншардың елінің. Содан шешем Теміртауға барады. Теміртауға барады. Барған сайын айтамыз, мама домбыра әкеп деп бір күн алып келді. Домбыраны алып келген бетте, жаңағы домбыраны алып алып, барлығымыз таласып жүрміз ғой. Үйде енді 10 баламыз, барлығымыз ұстағымыз келеді. Жоқ, мені алып алдым дағы жаңа домбыраны үйдің артына жүгіріп бардым дағы шертіп жүріп. Ең бірінші жаңағыны өзімнен өзім жаңағы домбыраға кәдімгідей ән өзінен өзі құйылып, өзінен өзі тартылып кетті. Содан бастап, сол кезде мен бір 6 оқимын ба, 7 оқимын ба, сондай ғой деймін. Сондай шамада, содан домбырада, содан бастап ойнадым. Енді қобызға келу себебім, сол мектеп бітіргеннен кейін Сәтбаев қаласындағы мәдениет, культурный мәдениет несі? Күт просвет училище дейді ғой. Сол училищеге түсіп, сол кезде енді ол кездерде енді экзаменді алғанда енді музыканттарда енді ол кезде енді күт просвет училище болған кейін ол бүкіл мәдениет саласының жаңағы ауылдық мәдениет үйлерінің мамандарын дайындайды ғой. Сол салада енді мен барып едім, маған сразу бір кісі отыр екен, енді комиссия отыратын, ол кезде былай комиссия отырады, содан кейін жаңа ритмдеріміз тексереді, ритм барлығы тексерді, слухты тексерді, оны барлығы жақсы болды.
сен қобызға өттің деп, қобыз дегенді көрген адам емеспін, ұстап көрген адам емеспін. Сонымен жаңағы қобызға өтіп кеттім. Қобызға өтіп кетіп, енді барғаннан кейін жаңағы Кенжебек Назарқұлов деген мұғалім, содан кейін жаңағы қобыздың барлығын енді түсіндіреді ғой, енді қобыз деген осындай аспап, ол кезде прима қобыз дейміз, ол темір шегі 4 шекті, прима қобыз 4 шекті, шектердің барлығы темірден. Содан кейін соны смичок дейді, анау ысқышы. Ысқышты былай ұстайсың деп жаңа ең бірінші ысқышпен үйретті, қолыңды былай ұстап қояды, смичокты былай салып қояды, сол смичокты былай ұстап отырып бүйтіп. Соны ана дұрыс кету керек енді, былай жоғары не төмен кетпеу керек қой. Осылай қолыңызды солай қаншама солай сабақ, соны осылай үйрендік ең бірінші. Одан кейін жаңағындай жай өзінің бірінші класс, екінші класстық әліппесі сияқты ғой, солай не жасайды, тапсырма береді. Барлығын орындаймын. Содан кейін мені алдыдағы сол жылы, енді біз сентябрьден, декабрьде уже біз народный дейді, ол кезде орысша ғой барлығы. N2 мен түсіп, содан кейін N2-да декабрьде мен үлкен оркестрге қосты жүреді жаңағы кісі. Содан сол үлкен жаңағы өзі N2, N3, N4 үш курстың несі, сол N4-лермен бірге, N3, N4-лермен бірге народный дейді, народный жаңағы жылдары ғой енді. N2 деген жаңағы бірінші курсқа түскендер, одан кейін екінші курс, содан кейін үшінші курстағылар. Солармен жаңағы үлкен шығармаларды ойнап, оркестрге қосып кеттім. Содан енді слухымның дұрыстығы шығар деп өзім. Алланың бергені ғой, барлығы Алланың берген таланты. Дұрыс. Енді сіз Назқоңғыр халықтық фольклорлық этнографиялық ансамблінде болдыңыз ғой. Сол ансамбльді қай жылдан бастапсыз? Бұл ансамбль біз 89 жылы Назқоңғыр ансамблін Күлшкенов, содан кейін Бекболат өзіміздің Тілеуханов Бекболат, содан кейін жанында Күлшкенов деген Рүстем деген кісіні жігітті алып келіп, ол кезде бізде Серік Оспанов, ол кісі мәдениет бөлімінің меңгерушісі болып істейтін. Сол кісілерді алып келді дағы, осында біз осылай фольклор құруымыз керек деп, сол жылы жазда жаңағы Бекболат бізге жаңағы фольклорды құрды, бірнеше күйлерді. Ол кезде онда мен қылқобыз тарттым. Қылқобыз. Енді ол қылқобыз кішкене анаған қарағанда 4 шекті, ана қылқобыз 2 шекті ғой. 2 шекті, енді сол қылқобызды да меңгеріп алып кеттім. Сол қылқобызда 89 жылдан бастап Назқоңғырдамын. Соны бүгінгі күнге дейін мінекей Назқоңғырда. Енді қазіргі уақытта қайтадан прима қобызыма келдім. Өйткені мамандар келді, бізге қылқобызға өзі бітіріп келген. Дұрыс, рахмет. Енді алғаш рет мәдениет саласына тұрғанда сіз сапармен қай жерге бардыңыз? Және біздің хабарлар болып отқанымыз, сіз Курск, Москва, Астрахан қалаларында сіз сапармен болдыңыз осы мәдениет саласы бойынша. Сол туралы айтып берсеңіз бізге. Рахмет. Енді мен бұл іс сапармен бірінші жаңағы Курск қаласының, ол кезде мен училищеде оқимын. Училищеде оқып жүріп, жаңағы үлкен Ұлытау ансамблі болады. Жезқазғанда Ұлытау ансамблі деген ансамбль бар. Оның жаңағы хоры бар, үлкен кәдімгідей танцевальный, үлкен ансамбльдің. Сол кезде бізді жаңағы, ол кезде халық әндерінің орындаушысы аздау болатын да. Содан кейін ол жерде Мара деген кісі болды, Исмханова деген. Сол кісі халық әнін орындайды, содан кейін училищеден мен орындаймын, ол кісі уже филармонияда істейді, үлкен, уже маман ол кісілер. А мен енді ғана училищеде оқимын, мен жаңағы халық әндерінің орындаушысы деп, мені жаңағы Ұлытау ансамбліне қосып жіберді. Мен содан жаңағы концерттер үлкен, ол кезде үлкен деңгейдегі концерттерге ғана болушы еді ғой, мынандай біздікіндей қазіргідей мынандай шоу бағдарлама деген ондайлар болмайтын. Бізде тек қана профессионалдық жаңағы үлкен деңгейде концерттер өтеді. Сол концерттерге қатысып жүрдім. Содан сол 81 жылы, ол кезде мен уже 2-ші курсқа көштім. Сол жылы Грузия қаласының Тбилисиде Грузияның 60 жылдығы өтті. Ол кезде мен студентпін. Содан кейін жаңағы Ұлытау ансамблінен 25 қыз билеуге барды, и бір әнші мен сол Грузияға мен бардым. Сол кезде жаңағы не ғой, СССРдің уақыты ғой, Брежневтің алдында, сонда жаңа Брежнев андеді самолеттан түсіп келеткен уақытта, сол кезде мен жаңа халық әнімен сол кісіні қарсы алу несі маған бұйырды.
енді енді ол кезде біз баламыз, оны онша қазіргі деңгейдегідей қабылдамаймыз ғой. Жарайды, аха келе жатты, сен маған айтты, сен ана жерден қазір самолеттан осындай Брежнев түседі, сол кезде сен осы Елигай деген әнді айтатын, халық әндерін, халық әні. Сол әнмен ол кісі самолеттан түсіп келе жатқан кезде сен мына жерден тұрып немен қарсы аласың деп. Сөйтіп сондай үлкен бақыт Брежневті Грузияның 60 жылдығында Брежневті қарсы алу бақыты маған бұйырған. Дұрыс, бәрекелді. Енді өзіңіз осы еңбек жолында жүргенде қазақтың қара домбырасымен көп жерге әйгілі болдыңыз. Сонда жеткен жетістіктеріңіз туралы айтсаңыз, қандай марапаттарға ие болдыңыз? Енді менің марапатымды айтып өтетін болсам, енді училищеде жүрген уақыттарда жаңағы енді біздің дәстүрлі әндерді енді қатты былай бағаламаған күннің өзінде сол кезде енді дәстүрлі әнмен біраз марапатқа ие болдым. Оқып жүргенде, студент кезімде біраз енді марапаттарым бар, енді оны қайсы бір айта беремін. Енді одан кейінгі осы Жаңарқаға 84 жылы мен келін болып түстім. Содан кейін сол жаңағы жолдасым Араф Қайрат екеуміз бірге жұмыс еттік, бірге қатыстық ансамбльде. Екеуміз сол жерде танысып, содан кейін екеуміздің дәм тұзымыз семья құрып бір болды осы бүгінгі күнге дейін. Содан енді жаңағы халық әнінің жаңағы несін Күләш Байсейітова атындағы үлкен облыстық, ол кезде облыста бізде Жезқазғанда үлкен Ұлытау үні деген үлкен фестиваль болатын. Фестиваль, байқау болады. Сол кезде жаңағы 3 күн болады. Бір күн жаңағы біреудің шығармашылығы болады. Соның жаңағы халыға жаңағы ансамбльдердің народный тек қана халық әндерімен фольклорлық ансамбльдер, халық оркестрлер, солардың фестивалі болады. Екінші күні, одан үшінші күндері айтыс болады. Содан кейін енді жаңағы байқау болады. Сол байқау Күләш Байсейітованың 93 жылы Күләш Байсейітованың атындағы байқау болды. Сол байқауға қатысып, сол жерде жүлделі 2-ші орынға ие болдым. Және де осы одан кейінгі марапаттар енді осы халық әндерінің үздігін 2011 жылы алдым. Онда облыстық департаменттің несімен сол кісілердің 50.000 теңге марапатым сыйлығымен. Одан кейін 2013 жылы тағы да сол халық әндерінің үздігі деген марапат алдым. Үлкен іргілер дегенім ғой. Одан кейінгі биылғы жылы Аллаға шүкір, тәуба енді жасым 60-та келіп, биыл енді бір пенсияға шығып деген сияқты. Сол кездерде бір үлкен енді бір жақсы жетістіктер, бір жақсы толқулар болды. Енді Алланың берген сыйы шығар деп, еңбегім беленіп, енді биылғы жылы облыс әкімінің халық әндері үздігі деген номинациясымен 500.000 сый сияпатқа ие болдым. Содан кейін министерстводан мәдениет саласының үздігі атағына алдым. Аудандық әкім Ержан Асанұлының қолынан. Енді ол Құдайға шүкір, тәуба. Еңбегімнің еленіп жатқан шығар деп, оған өзім осы уақытқа дейін енді жақсы қуанып отырамын. Тойдың бәрі сіздеке. Аллаға шүкір. Осындай той болады. Өзіңіз осы Жаңарқа ауданында Асыл Қазын ансамблін басқарып отырсыз. Сол құрылым тарихын айтсаңыз, және құрамында қанша азамат бар, азаматша бар сол. Бұл Асыл Қазын ансамблінің негізі бастап кеткен бізде Мәрбаш Имамсағыз деген бізде мәдениет саласында мәдениетті бәленбай жыл басқарған үлкен анамыз болды. Сол кісінің басқаруымен 2004 жылы ол кісі құрып берді. Содан кейін мен бұл ансамбльді 2012 жылы алдым. 2012 жылдан бастап енді қазір құрамында енді 20 шақты адам бар. Енді үлкен кісілер, оның барлығы пенсияға шығып кеткен үлкен кісілер, үйде отыра алмайтын, өнері бар деген кісілер. Соны енді жылына бір рет енді концерт беріп отырамыз. Сол кісілерді жинап алып, сол кісілердің қатысуымен. Рахмет. Енді сіз дәстүрлі әншісіз, дәстүрлі әнші болғаннан кейін әрбір әншінің өз ұстазы болады. Сіздің ұстазыңыз кім болды екен? Осы домбыра жолында, қобыз ойнауда ұстаздар болады ғой?
енді ұстаз деген енді мен айтар едім, енді домбыраға енді бұл енді жаңа мектептен кішкентай күнімнен басталдым дедім ғой. Енді ол кезде ұстаз болып бізде енді музыкальный школа болатын, бірақ та сол музыкальный школаға бару деген, әрі қарай осыны дамытайын деген ой болмаған ғой. Әйтеуір Алланың берген дарын шығар. Шешем жаңа Қаракесек Шаншар дедім ғой. Сол кісі постоянно өзінің әнін айтып отырады. Ана Қарқаралынікі ғой. Жаңа сүт тартып отырады да, жаңа Қарқаралының несін атыңнан айналайын Қарқаралым деп өлең айтқан уақытта жаңа көзіне жас алып, жаңа елін жерін сағынып сөйтіп айтып отырады. Соның даусын басқара әдемі ақ. Сол мама сенің даусың күшті ақ, не деген күшті, неге өлең айтпайсың, тойларда бір жерде неге өлең айтпайсың деп біз енді тағытып нетеміз. Енді ол кісілердің енді табиғаты бөлек қой, енді салмақты не адамдар болғаннан кейін енді сол енді менің енді негізгі ұрпақтарым сол кісіден дарыған шығар. Негізі біз ана тікелей келгенде Қасым Аманжоловтың ұрпақтарымыз өзі әкем негізі. Сол Қасым Аманжоловтың ұрпақтарымыз енді ол әрі тектерім жақсы ғой, сол тегімнен келген шығар. Енді Қобызды енді жаңағындай училищеде ұстазым болды. Кенжебек Назарқұлов деген марқұм болып кетті ол кісі. Сол кісінің ұстазым сол кісі. Дұрыс, рахмет. Енді осы бір әнші ашуыңыз болса, сіздің осы бүгін мереке ғой, домбыра күні мерекесі. Қазақтың бір қара домбырасымен бір ән айтып берсеңіз бізге. Құлағымыздың күшінғанды. Халық әні Секітпен айтып көрейін. Жағасыныдай халқылдың мен бәйшешек-ай арасындай шапқанда жанамалы пержайдақпен қалқамал өлең жетпей-ай қаласың ба жартырап нұрымыз, қамықпай күліңіз, асыза терекем алтын көйлек киген, меру өрттен кемең осы отырған қыздар құрметтен бас иген. Гәккугай, гәккугай, гәккумейін бір салушы. Шашың жүзің гүл туған айдай-ай кермек қасет меруеттей қарақат көз бұлы дауыс қаз мойын жақып дүние-ай алтын басет нұрымыз, жарқырап нұрымыз, қамықпай күліңіз, асыза терекем алтын көйлек киген, меру өрттен тимей, осы отырған қыздар құрметпен бас иген. Гәккугай, гәккугай, гәккугай бір салушы бол. Salvo